Mercedes'in korabı ауыспай тұр жігіттер. Білмеймін, аварийный режим ба, жолда бір басқа жерде қалып қойғанда не істер едік деймін да. Достарым, көптің күткен бүгін екінші сериясы Mercedes 124 павлодарлық. Тестке келе жатырмын. Қораптың бәрін шашып қойдым дейді. Керек запчастьтарды айтам дейді. Енді как образец қылып алып кет дейді да. Ол жерде мен өзім ойлап тұрмын, соны не деп айтты? Фрикцион деді ма? Соны карсетте новый сатылады екен ғой. Енді көрейік, барынша жөндеп ремонт жасап ша. Енді ол болмай баратса, мүмкін келіспесе, ол кезде привозный етіға саламыз. Е? Қалай ойлайсыздар? Кеттік, екінші серия басталды. Так, шашқан екен, бізден свет өшіп қалды. Сел болып жатыр. Мынаның бәрін уже жайсыз жуып қойған. Маған жаңа айтып түсіндіріп жатқан, мен онша не істемеймін. Так, мынауға фрикцион деген бізде. Так. Жігіттеріне күйіп кетеді екен өйстіп. Күйіп кеткен досты. Е. Мынандай болып күйеді екен. Не, мынандай болады. Бізде карсетте сатылады дейді ғой. Шына бәрін образец қылып алып кетейін. Ертең Алла қаласа тауып жакейін алып кеп берем. Сонымен жинаймыз. Сонымен от Mercedes болу керек қой. Так, мынаның іші. Мына жағы жуылған жоқ әлі. Бензинмен жуасың ғой Жесік, қарып болмайды мынаған, е? Бензинмен ғана. Мынаның бәрі жап-жаңа болып қапты. Все, мынаны алам, карсетеге қарай таямын. Достар, таптық 4-ші яруста 38-ші бутикте фрикциондар сатылады екен жаңасы. Кешемен барып образец алып кеткенім өте дұрыс болған. Бір данасы 2000 теңге екен. Осы жерден табасыздар. Алматы әдемі лас қала, Әл-Фараби мен жоғарыдан аст, бизнес-класс пен пласкарт. Алматы азарт, Алматы басқа, Алматы әдемі лас қала. Так, не фрикциондар жігіттер. Мына дәуі задний ходқа отвечать етеді екен. Мына бізде жаңасы ғой. Өзіміздікі жаңа көргендей өртеніп кеткен болатын. Сосын свеча. Оштан. Мынау ғой ескісі. Мынандай болып кеткен ғой, көрдіңдер ме? Негізі мынандай болу керек. Толщинасы. Мынау темір болып қалған ғой. Екі подушка. В общем, сондай. Енді Жайсик бүгін жинайды Алла қаласа. Жаңағы сәттен бізде арада 5-6 сағат уақыт өтті. Жаңалыққа қатынап өзім приемымда почивниге шырылдап кетті ғой, бешара гуглдеп па. Жайсик звондаған, дайын көлік деп. Енді соған ойланып келе жатырмын да, қалай болды екен. Неге жаңа өзім жүргізіп көрдім деді. Бірақ сонда да Алла қаласа көрейік қалай шықты екен. Кешкі сағат 6:45 бүгін үлгерсек, жуып көлікті өзімізге кіргізіп ақырындап бастаймыз. Мына природадан кейін бір бәрі өзгеше бар ғой, Mercedes ше. Алла қаласа көрдім. Артқа алдыға. Енді жол жаман ғой, қазір трассада тағы да көрем жорғасын. Өте әдемі. Рахмет Жайсик брат. Қазір жігіттер көрейін, жүргізіп бәрі дұрыс болатын болса, міндет түрде сипаттамада Жайсиктің нөмірін қалдыратын боламын.
Көлік осындай. Мынауға көрдіңіздер ма? Переход деген. Осыны көзін құрту керек. Қорабына келетін болсақ, әлде қайда жақсы болып қалған ғой жігіттер. Енді жайсыз айтады, пока енді фрикциондар жаңа, пока қатты тапит етіп айдамайсың ғой дейді. Кішкене болса да үйренсін дейді. Так, міне. Балына жоқ. Кузов живой. Жалпы әдемі көлік негізі. Түсі де керемет. Колесадан, картайынан келді, колесаға сразу кірдік. И көлік солай көрдік қой. Бояйтын жері. Мынауға көрдіңдер ме? Осыны қайтан бояп шығу керек. И царапиналар кетіру керек бізге. Полировканы ертең жасаймын. Мысалы, мынандай царапиналар бар. Деген сияқты ғой. Шкурт етпей, бетінен өтсек те әдемі болады. Міне стойкада. Білмей тұрмын. Тонировкасын шешіп тастап, түгелдей сток түрінде жасау керек қой деймін. Тонировкасы қалай болады? Әдемі болады сияқты мен үшін. Жігіттермен ақылдасамыз, көреміз. Бізде еще кондиционер бар ғой. Кондиционердің компрессорын ауыстырған. Бірақ заправка жасамапты. Енді Алла қаласа, сол нәрсемен де күресетін болам. Енді бірінші кезекте полировкасын бітіріп алайын, содан кейін ақырындап кондиционер және де геометрия қою керек дөңгелектерді. Сонымен Алла қаласа дайын болып қалады. Полировка жасап жатыр. Бізде тағы да бір момент бар ғой. Ортада пепельница не істейді? Деген кезде шағылмайды, ашылып кете береді. Оның бір жөндейтін жолы бар дейді. Бізде мынау желініп кеткен ғой, мына жерге қазір пластмасс паэт етіп қайтадан жапсырасың, содан кейін бүйтіп жабылатын болады ғой. Ілмей қалып жатыр тілі. Ща, көрейік, давайте. Онды кетіп ғой, жаңағы ортадағы пепельницаны жасап қойды. Қақпағын ашып жауып тұр, жақсы. Так, бізде су шашпайды екен, дворник. Ну да, вообще, жизненный признак деп айтады ғой, ұштыр. Тоққа прямой тұқсақты істемейді ғой. Осыған подходящий жаңағы су шашатынға насос қараймыз. Бір карп алу керек. Өйткені бізде ана не деп айтады ананы? Печка бар ғой. Печка кеп тұрған клапандар. Соны іші тығылып қапты ғой. Соған карп алып, соны жасау керек. Кондиционерге былай айтқанда дайындап қою керек қой бәрін. Ыстыққа, суыққа ұратын қып. Так, именно бәлені алып қайтайын. Так, грестен ала салдым. Мынау екеуінің размері келеді, көлемі. Бірақ мынада штекер келетін жер басқа болады. Мынау Мерседес, мынау Ауди. Енді кішкене колхоз ететін боламыз фишкасында. Енді маңыздысы істесе болды ғой. Сосын антифриз алдым, жігіттер. Бәрін ауыстырдық қой. Майын, коробканың, мотордың антифризін де жаңа қоя салайық, Болды, су шашатын зың болды. Шашып көрдік пробный. Міне зың. Енді қазына пешкін бәлесін көріп олайық. Сосын біздеріне антифриз айтқаным сол ғой. Түрі онша емес болып тұр. Соны ауыстырамыз. Кондердің темасын қуалап жатырмыз. Мына жерде мынандай бір колхозовайский бірдеңе бар екен. Мынаны шешіп көру керек. Лопсты шештік. Прямой жалғап көрдік. Айтыңыздаршы, бізде бар ғой, перекупщиктер көреді ғой бізді. Достар, сенде де осындай проблема бола ма? Бәрін болып, ертең салқынға кондер жасатайын десек, мынаны дауысын қараңыздар.
Починник. Мына жақсы. Бұл дар етіп қанды ішіп тұр ғой. Шешіп көреміз енді. Лопс қымбат тұрады. 25 ба 30 тұрады осы. Көрейік мынаны починник табылса, ауыстырып көреміз, болмаса онда уже басқа вентилятор алу керек болады. Вентилятордың темасы болмады. Кеше сторис шығардық инстаграмға. Сонымен алла қаласа бір Шымкенттен біздің бір оқырманымыз да бар екен. Разборда жұмыс жасайды екен, қазір қарап жатыр. Көрейік, келісіп жатсақ, Алматыға салып жібереді, проблема жоқ. Мен сонда жүрмін жігіттер. Өкінішке орай өткендегі қызыл Камрида тұрған 280 деген номер осы көлікке өліп түсіреді. Бірақ өкінішке орай енді ол көлік Көкшетау қаласына кетіп қалды. Номерде қоса кетті деген сияқты. Қазір Малинадағы сондамын. Көреміз. Өткенде ППС-пен келдім ғой. Қандай номер түседі екен. Қазір өкінішке орай соңға менеджерін алып отқан кезде баяғыдай номер таңдай алмайсың. Бір номер береді, соған қанағат тұтасың да кетесің. Көрейік қандай номер түседі екен. Все, шықтым. Номер такой себе. 178 дей ма. Адам көп. Кеш болып кетті. Өзім жұмыстарым бар еді. Номерді ертең бір қол тигенде алып кетті салам. Ең маңызды тапсырып кетті. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Ұзақ болып кетті что-то. Бүгін барып номерді алдым. Кеше тапсырып кеттім ғой. 178 деген номерді алып, машинаға тағып, енді салқын бауырыма келдім. Диагностика жасап көреміз. Біздің жаңағы лопс еді ғой кондиционердің. Оны ауыстырдық. Шымкент қаласынан келді. Өткенде сториске шығардым деп айттым ғой. Алла разы болсын, бір подписчик жазып. Сонымен Алматыға келуімен 20 мың теңге болды. Жаңа Дәурен салды. Енді салқынға келіп тұрмын. Машинаның номері мен бәрін бір көрсетейін. Мынандай 178, өткенде 280 негізі өліп түсіреді. Бірақ енді өкінішке орай ол жоқ. Айтқандай Көкшетауға кетті. Салқын бастап жатыр. Салқын бір диагностика жасап көрейік, брат. Обязательно диагностика жасаймыз. Обязательно. Потому что без диагностики қоймаймыз. Неге ана нені ауыстырған ғой, алдыңғы хозяинша. Компрессорды ма? Иә, компрессорды ауыстырған. Хорошо. Соны көреміз. Так, мынау ғой мен жаңа айтқан жігіттер. Бізде мынау шырылдап тұрды ғой. Не ауысып, орнына әдемі түсті. Қазір диагностика жасап көрейік енді, ешеде өтешкі болмаса толтыратын боламыз. Диагностика жасадық. Бізде мына тұр ғой компрессор. Соны ауыстырған кезде манжеттерін ауыстырмаған. Содан жіберіп тұр. Қалғаны бәрі жақсы. Енді соны күтеміз. Салқын брат заказ беріп қойды. Жұма күні келеді дейді ғой. Күте тұрайық енді. Қайырлы күн, достарым. Магз Драйв Несосына қош келдіңдер. Біздің Мерсис полировкадан кейін бітіп тұр. Айтылған тонировканы шешем ба, шешпейм ба ойланып тұрмын. Бізде бүгін геометрия жасау керек. Содан соң машинаның тартысы ұнамай тұр. Қазір Макс пен Нұрекеңмен шөлеп қараймыз. Форсункасын шешеміз. Трос кикдауына қараймыз. Сондай жұмыстар жасаймыз бүгін алла қаласа. Сондай. Мынау келді. Так, кондиционерді айттым. Ана санникті күтеміз жұмаға дейін. Содан кейін бұйыртса бітіп қалу керек. Макс досым қазір қарап берем дейді ғой. Қалай көлік? Зор болып тұр. Іске сәт, Макс. Бір цилиндр тексерді, компрессиясы әдемі. Бірақ үште ма тоқ жоқ дейді. Форсункадан көріп жатырмыз. Шек шаба ақтарылып жатыр. Осындай болып тұрса қорқам негізі бар ғой. Мотор осындай болады ғой, да? Жиналмай қалып қорқам. Таба алмай жатырмыз причинасын. Қазір енді топливный насостың давлениесін көрейік дейді ғой. Компрессиясын көрдік, бәрін көрдік. Енді осы қалды и катушка қалды бұйырса. Форсунка бәрін тазалап қойдық. Может, свеча дұрыс емес пе екен. Білмеймін, іздеп жатырмыз жігіттер. Күні бойы Макс, Нұржан, мен үшеуміз қырылып жүріп әйтеуір бәр жерді тексерді. Катушкадан болып шықты әзірше. Бірақ бізде вибрация болып тұр. Жігіттер мына 17-ші қатарда 92-ші контейнерде Мерседес сатады екен. Толықтай. Бәрі бар екен шынымен де. Мына жерде оригинальный мафон тұр. Соған көзім түсіп тұр да мен бірінші очередь.
Сипаттамада телефон номерін қалдырамын, жігіттер, хабарласыңдар, Мерседеске бірден керек болса. Осы досымызда бәрі бар екен. Қазір жастықшасын аламыз ба? Қозғалтқыштың жастықшасы ғой, Иә. Екі дана соны алу керек. Привозной алдық. Шыртылмаған, мына жер бірақ отырып қыпты, Бізде қозғалтқышты бүйтіп қозғағанның өзінде қозғалып тұр ғой. Олай болмау керек негізі. Екі катушка ауысты. Проблемам бәрі сода екен. Қазір тартысы жақсы болып тұр, Алла қаласа. Көреміз, қазір ананың подушкасын да ауыстырайық. Айдап көрейін, жорғасын көрейін, содан кейін айтамын. Жігіттер, от алдырып, базардың ішінде ары-бері айдап көрдім. Тартысы керемет болып қалды деймін бұйырса. Енді трассада көреміз жағдайын. Эстоға келдім. Бірақ біз бағана Нұржан екеуміз кикдаунның тросын шұқылағанбыз негізі. Содан кейін кикдаун жоғалып кетті. Ертең Максиге қайтадан барып қоятын болам. Жалпы былай жұмыс жасауы барысы керемет болды. Ана жастықшаларын ауыстырғаннан кейін қозғалыш билеп тұрған ғой. Ол да кішкене тынды. Енді проблема Мерседес айдайтын жігіттер біледі. Күн ыстықта Мерседестің температурасы қыза бастайды, білесіздер. Соған бізде енді кондиционер бар ғой. Верхний патрубоктан датчик қойып, мынаны как аварийный сияқты қосатын боламыз. Негізі лопатыларда келеді. 105-104 градусқа барған кезде аварийный осы автоматически қосылады. 124-те білмейді екен қалай болады. Сол себептен мында датчик қоямыз. Ол бізде датчик 99-94 деген. Неге бұндай? Бұны қою себебіміз, мына жерде термостат бар. Термостат 87-те ашады. Мына жерге 87-82 қойсақ, малый круг болып, ветератор машинаның жартылай су айналған кезде суытып ұстауы мүмкін. Сол себептен термостат ашады, су бір айналып келеді. Егерде температура суымай баратса, 94 градуста, 99 градуста бұл датчик қосып суытатын болады. Бұған не керек? Осындай датчик, мынандай тройник, датчик мұнда қатады, екі жағынан шланг келеді. Мынандай Previa дейді, BMW дейді, соның несін ала салдым, ана өзінің несін жыртпай құдай. И реле. Релең жақсы істейді. Мына релені 3000, мына ағы 1000 теңге болды ғой, 4000 теңге. Мынандай гофра. Кабель тоже жақсы болу керек, жігіттер. Мынау 2,5 қой деймін. Жұқа кабель болса, өртеп жібереді. Бұл жер опасный. Мынандай болады. Енді кішкене колхоз, бірақ дегенмен жақсы көмектесу керек. Алда көреміз қалай болады. Жалғап біттік. Мынандай болды, енді кішкене колхоз. Маңыз істесе болды ғой бізде. Релені жерге түсті. Датчик былай келеді гофрамен. Мына жақтан плюсқа барады. Мына жерде предохранитель бар. Енді от алдырып көреміз. Машинаны от алдырдық. Температура осы 90 ба, 100 ба, білмеймін. Қазір күтеміз. Датчик подача беру керек. И мына екі лопс қосылу керек. Қосылды. Так, әліге дейін таппадық. Енді бір причина, мына датчик кәлем болған, мынандай болған ғой. Неге бұндай болған? Үзіп алған ба кезінде? Қазір бірінші кезекте сол. Бұда ашып атыр жігіттер. Бұлай шататса етіп тұр. Кеше более-менее қойып еді, бүгін қайтадан бастады. Свечной провод салдық. Бремий дей ма, оригинал осы екен ғой. Көреміз. Айтпашы, валюметрін да ауыстырып көрдік. Өзіміздің валюметр жұмыс жасап тұр екен. Бұл жақсы. Ана алғанымызды қайтарып бере салдық. Қазір Нұрген жалғайды мынаны қайтадан. Сонымен бір от алдырып көреміз. Болмаса ары қарай қаза береміз.
Жігіттер, сонша күткен қанша уақыт, Алла қаласа бүгін Мәкеңе звондап, көлік дайын деді. Мәкеңе қарай келдік. Қазір Мәкеңнің өзі сұхбат беретін болады көлік жайлы. Көрейік. Ал достар, автокөлігімізді жөндеуден операциялары аяқталды. Айта кететін болсақ, бұл автокөліктің қозғалтқышын алдын алу шараларын толық ретіне келтіріп қойдық. Оларға автокөлік ең басында СТО-ға келген барысында провал бар, күші жоқ, автокөліктің қозғалтқышы траит етеді деген сияқты ақауларымен келген еді. Ең басында тексеру барысында бұл автокөліктерде компьютерный диагностика жасауға өте қиын, жылы ескі болғандықтан және де ол заманда бұл компьютерный диагностика жасау жағы дамымаған еді. Сондықтан көп ақауды емдеу барысы тек қана методом тыка тексеріп шығарып қана тексере аламыз. Сондықтан ең бірінші бастаған нәрсеміз бізде провал болғандықтан свечаларын алтауында ашып қарадық. Ашып қараған барысында бош свечасын, шамын байқадық. Қосымша ретінде бұл жерде біз катушкаларын ауыстырдық, свечной проводтарын ауыстырдық. Сонда да автокөлікте бізде емі өзгерген жоқ. Провал болды, бәрібірде күші аз болды. Қосымша ретінде форсункаларын тазаладық. Оларды стендке салу барысында ешқандай ақау жоқ екені табылды. Қосымша ретінде тағы да бензин насостың қысымын өлшедік, 3,5 бар беріп тұр. Бұл автокөлікке ол жеткілікті. Сонда да троение кеткен жоқ. Ең қызығы, осциллограмма мен диамагты салған барысында угол опережениясы бізде дұрыс емес екенін байқадық. Крышкасын ашып қарағанда зубтары распредвалдың секірген екен, және де иінді білік коленвалдың зубтары, яғни меткалары бір-біріне сәйкес келмей тұрған екен. Оны ретіне келтірдік, автокөлікті толық жинадық, жинап болғандан кейін от алдырдық, қозғалтқышы бізде әдемі болды. Айта кететін жағдай, қосымша волюметрді де тексердік, ауыстырып көрдік, олар жақсы. Суыту жүйесіне келетін болсақ, Асекеңнің өзі бұл суыту жүйесімен ешқандай ақау болмаған еді. Бұл қосымша модернизация, былай айтқанда адаптация, суықтығы жүйесі өте керемет, уақытылы қосылсын, қозғалтқыш қызбасын деген сияқты іс-әрекеттер жасаған едік, өте керемет болды. Енді қорытындай келе, автокөліктің қозғалтқышы жаңарды, жүрісі өзгерді. Енді ары қарай бейнені жалғастырайық. Макстың жігіттері жарайсыңдар. Көліктің причинасын бәрін тауып жөндеді. Бірақ проблема олмен біткен жоқ. Бізде қораптың переключениелері әлде болса дұрыс емес болып тұрды. Сонымен объявлениемен қарап отырып, Белбұлақ ауылында бір жігіттер коробка жасайды екен. Соған қарай Алматы екеуміз бардық. Мен ойладым, коробканы ауыстыра саламыз ба дегенде уже ой кетті, ремонттан кейінше. Сөйтсе ол жай ғана регулировканы қойылады екен. Соған барып келген видеомызды көрейік. Қазір түсіндіреді, бұл гидромехтікі. Вот с гидроблок 5-ступки. Здесь нету соленоидов вообще нигде. То есть она работает только за счет давления. Все, у нее нету вспомогательных соленоидов. Если возьмем любой такой гидроблок, вот это Renault Duster гидроблок, здесь ставят вспомогательные соленоиды, они делают переключение плавным и мягким. Все понятно. Қандайсыңдар, достарым? Өткенде ана манол құйып өтіп қоймай. Шынымен де жөте ұнамады. Гидрокомпенсатордың дауысы шыға ма? Сол неміске, Мерседеске негізі мой был. Қазір Алла қаласа келдім.
мобилдің оригиналынан құямыз. 7,5 литр бар еді. Енді не істейміз? Құю керек. Сосын өткенде коробка ұнамай жүрді басында ше. Кейін дауым жоғалып кетті. Тағы бірдеңе сөйтіп ойладым, тағы да коробкаға түсіп қалдық па деп ше. Сонымен Алла қаласа регулировкасы ғана екен. Белбұлақ ауылында коробка жөндейтін бір жігіт тауып алды. Сол Алланың қалауымен көлікті регулировкасын жасап, енді көліктің тягасы керемет болып тұр. Алла қаласа. Қазір майын ауыстырып алайын. Сосын бізде қалып отқан енді кондиционер ғой. Салқын өткенде звондаған. Жаңағы өткенде айттым ғой, резинкалар жоқ екен деп. Соның бәрін заказдап әкеліп қойдым дейді. Бұйырса, бір күнде оған да барып, сонымен көліктің скоро финиші. Қорапты жасап алдық. Жүрісі өте керемет. Қуанышымызда шек жоқ. Сөйтіп Алматыпен жаңа бізде Өтеген Батырда Лидер атты дүкен бар. Ол май ауыстырумен сол біраз 10 шақты жыл болып қалды. Сонда мен өз көліктерімде майын ауыстырамын. Өткенде құйған манол ұнамай, сонымен сол жаққа барып мобил ауыстырдық. Содан тағы да бір проблема басталды. Оны да көріңіздер. Тыныш тұрған бүркіттің көтін шұқып үркіттің деген. Есе манол төгіп тастап мобил құйдым ғой. Содан кейін масляный насос па, что-то гидрокомпенсатордың дауысы қатты шығып кетті жігіттер. Одан кейін келіп сливать еттім оны қайтадан. И шел құйдым 540. Бәрібір дауысы гидрокомпенсатордан шығып тұр. Енді Макске жіберем. Өзім кішкене сырқаттанып қалдым эвакуатормен. Бұл да бір шығын болды ғой енді. Көреміз мәкең насостан дейді ғой. Ал енді қызықтың бәрі осылай басталып жатыр. Қазір түсіндіре кетеміз. Әңгімен қысқасы жігіттер. Видео бейне бірталай уақыт созылып кетті, шықпаған себебі айта кетейін. Мына қозғалтқышымыздың майын ауыстырған кезінде мына фильтрдегі тұратын клапан дұрыс қысылмай құлап кеткен, мынаның жартысы жоқ, ол қозғалтқыштың ішінде жатыр. Сондай жағдай достар. Астында поддон, масляный насос бәрін қараған едік, оларды ауыстырдық. Сонда да бізде қысым бізде дұрыс болмады. Кейіннен осы нәрсе бәрі май ауыстырғаннан басталғандықтан мына жақта мұқият кіріп қаздық, эндоскопты салдық жаңа. Сонда бізде бағана клапанның жартысы жоқ екен, ол бөлек жатқан байқадық. Енді әңгімен қысқасы осы фильтрде нашарлау. Осының бәрі қалай айтсам екен еді. Дұрыс орнатпағаннан болуы мүмкін. Фильтрдің сапасы да төмен. В общем, сондай жігіттер. Жаңа айтып отырмын ғой, мен айтқан сияқты тыныш тұрған бүркіттің бір жерін шұқып үркіттің деген сияқты. Мен өзім сонымен жаңағы мобилді төгіп тастап, жігіттермен шыл құйдық, 540-пен келді ғой негізі, біз 1040 құйған болатынбыз. Сонымен одан да емес болып шықты. Жаңа көрдіңіздер, Макстың эстосына барған кезде бізде масляный сүзбе тұр ғой, майдың сүзбесі тұрған жерден ішіне бірдеңе түсіріп алған екен. Енді оның да Алланың қалауымен Макстың жігіттері тауып көлікті аяққа тұрғызып берді. Көп жұмыстар болды осы да. Мысалы ролик 10 шақты күн болды, ролик шықпай кеткенде, бірақ осымен біз жүгіріп жүрдік. Сол жігіттер Мерседес Алла қаласа енді дайын. Енді қазір көрейік. Бұл енді сыртта, шанақта, салонда деген көп өзгешіліктер болған жоқ. Енді көп жұмыс бұл жерде по технике болды. Сонымен біз Макстың жігіттермен қоса жеңіп шықтық Мерседесті. Көрейік.
Бұл Мерседесімізге жаңа айттым ғой, көп сыртында бір өзгешіліктер, салонда деген нәрсе жоқ жігіттер. Тонировкасында қалдырды. Не істедік жігіттермен ақылдасты қалай өшінші деп. Неге десеңіздер, келесі алатын адам тағы да осыған шығынданып мүмкін тонировка алуы мүмкін. Дұрыс па? Бұны шешіп тастау 5 минуттың жұмысы ғой. Көлікті 2 миллион 900-ге алдық. Өткенде айттым. Қазіргі барлық жұмыстар осы. Коробкады, майын 3 рет ауыстырып. Мына жерде майын 85-90 мың теңге майы кетіп тұр ғой ақшасының өзі. Былай айтқанда 3 миллион 660 мың теңгеге ма тұр көлік. Сатылым бағасын енді жігіттер басында ойлаған мен негізі Павлодан алған кезде. Енді білмедік қой бұндай жұмыстар бұл жасалатын, бұндай проблемалар алдымыздан шығатын. Сөзді ойлаған мен негізі 3.5, 3.6-ға сатамыз әдемі баға деп. Енді 3.8 сұрап көреміз жігіттер, мүмкін қызығатын сияқты ғой. Кузовында жұмыс жоқ, вторичный окрас болғаннан кейін, енді ең бірінші өзіміздің қызыққанымыз сол кузов болатын. Шіріген жер жоқ деген сияқты. Бұл сорлылардың жаңағы шашқысының қасы шірейді, асты шірейді деген сияқты. Бұл көлікте ондай нәрсе көрініп тұрған жоқ. Жалпы бағасын айттым. Содан кейін бұның алдында бар диагностика істетіп кеттік қой салқынға. Жаңа 2 манжет жетпейді деді, сол манжеттерін толықтырып, кондиционерін заправка жасап қойдық. Сыртын полировкасын жасап, осындай әдеміше көлік болды. Енді ролик осындай ұзақ уақытта шыққанына жігіттер айып етпеңіздер, енді түсіндіріп өттім ғой. Бұл жерде көп жұмыстар жасалды. Ең маңыздысы бұл жерде бізге. Біз Мерседес онша алып сатып көрмегенбіз ғой. Қандай маманға барамыз, қай жерін қалай шұқылау керек деген сияқты өзімізге де бір жаңа сабақ болды. Енді алда Мерседес алсақ, енді уже қорықпай, кімге қай жерге былай апаруды тез-тез тастауға тырысатын боламыз. Бізде жаңа Цифира бар, Камри бар, әйтеуір бір жері бірдеңе болса, ол көліктерде біз уже түнде ұйықтап жатырып, біз дәурен, ана құлағы қалай шешіледі Камридің десем, ол сол ұйықтап жатқан жерінде айтып береді сияқты ғой. Мерседеске де сондай дәрежеге жетуіміз керек. Бұл бізде проектте соңғы Мерседес емес, алда әлі де болады. Енді көп адам Мерседес сұрады ғой, неміс сүйетін халық бар, со вкусами не спорят дейді ғой. Сол жігіттер, қалай ойлайсыздар, бағасы қалай сіздерге? Жігіттер, көп адамдар негізі дұрыс талғам жасап біледі екен. Мерседестің жүрісі шынымен де бөлек екен. Бұл трассада жабысып алады, қалада салмақты жүреді, бұлғаңдай бермейді. Жүресің, плавно жүресің, енді керемет. Айдап көрмегенше бұны түсіну қиын. Ортаға жігіттер өзінің оригиналдық магнитофоны табылды, салдық, жаңа барып кассет алып көрдік, енді істеп тұрма, точно соны тексеріп алайын деп. Бәрі әдеміше жасап тұр. Кондер мен айтқан сияқты істеп тұр. Жалпы керемет көлік болып шықты жігіттер. Енді айып етпеңіздер, ролик осындай болып ұзақ уақытта жоғалып кетті ғой енді. Бірақ Алланың қалауымен де бәрі. Сол достар, осы нотада мен өз көлігімен, әзірше менің көлігімен ары қарай басқа проекттерге жүре берейін. Сіздермен болған простые ребята. Келесі бұйырса серия бұл көлік сатылып жатса, әрине осы каналда басқа көлікпен жолығатын боламыз. Ассалаумағалейкум.